Сәлем достар, менің арнама қош келдіңдер. Описаниеде көріп келгендеріңізде бүгін мен әскери тамақтарды жейтін боламын достар. Күшті әскери тамақтар жеймін. Ура, осыны көптен бері түсіргіміз келіп жүреді. Әлбин әкеміз не әлбин? Мен осыны жегім кеп кетті. Ал енді достар, енді ашатын боламыз. Маған қызық болып тұр. Сәлем достар, мен де амандасып қояйын достар. Бізде бүгін Жансая біраздан бері айтып жүретін, бірақ мен мән бермейді екенмін да, қойш, не қыласың деп. Бірақ енді бүгін Жансаяның каналына түсірейік. Әскери адамдардың тамақтары өзгешелеу болады, күнделікті біздің жеп жүрген тағамымыздан бөлек тамақтар болады. Соны Жансая таныстырғысы келді жатыр. Сіздерге мен оператор, мен түсіріп тұрайын, Жансая өзі ашып, өзі распаковка жасап, мынау әскери адамның бір әскери адамға берілетін бір күндік тағамы. Әрбір әскери адамның қолына осылай ұстатылады. Бір пакеттен, бір аптаға жетеді. По-моему, бұл не? Енді көреміз, бірақ бұл бүткіл әскери адамдар осындай тамақ жейді екен деген не жоқ. Ешқандай да бұл түрі өте көп. Біздің әкемізге берілген түрі осыны қазір ашып көрсетеміз. Бұл деген сала-салаға қарай бөлініп жүре береді ғой. Мысал үшін жаңағы ұшқыштардың тамақтары бөлік болады деген сияқты ғой. Көрейікші, қандай ішінен тағамдар шығады. Біз енді білеміз. Білеміз, жиі әкеп тұрады енді. Көрейік. Бірақ основном достар, бұл әскери адамдарға консерві тамақтар беріледі. Ашымайтын, сасымайтын, ыстыққа да, суыққа да төзіп, ашып кетпейтін, үсіп қалмайтын тағамдарды беріледі ғой. Білесіздер, әскери адамдар құрлықта, айдалада, түзде жүретін болғандықтан тамақтары да сондай болады. Және нанды білесіздер, нан ашып кетеді. Мынау галеты армейские деген осы галеттерді нанның орнына береді екен. Жансая, біреуін ашшы. Бұл кәдімгі печенье, бірақ тәттісі жоқ печенье. Қазір асықпаймыз, біреуден ашып көрсетейікші. Мынау кәдімгі мынандай печенье көріп отырғандарыңыздағыдай туққа келеді, бірақ туқтың дәмі бар, өйткені ода бұрыш, түрлі дәмдеуіштер қосылған. Бұған еш нәрсе де қосылмайды, өйткені түрлі дәмдеуіштер тез ашып сасиды, олардың сұрықтары болады. Ал мынаның сұрығы ұзаққа жетеді. Бұл кек қана қатырылған нан. Нанның орнына берілетін галеттер бұлар. Бұның аты галет деп аталады. Әскери нанның аты галет, достар, шаптап алыңыздар. Ал мынау пакетиктердегі бұлар повидланы білесіздер ғой, кәдімгі варенье, бірақ ет тартқыштан өткізеді ғой, мясорубкадан өткізіп, майдалап, сүйексіз, қабықсыз болады ғой бұлар. Повидла, шаймен ішкенге. Ал мұны тамақты ысытатын. Ал бұл, мынаны жаңағы білмеймін, қоспасы неден екенін, бірақ айдалада кезде әскери адамдар, егер айдалада болса, мынандай кеуірттері беріледі. Арнайы мына кеуіртті жағып, мынаны жақса, мынау жанат кәдімге лапылдап. Осының үстіне, жаңа бір консерваны әпер жіберші, осының үстіне мынандай тамақтарын алады да, қойып, мысалы үшін бір штукты алып, осыны тұтатып қойып, мынаны осыған ыстып алады ғой. Өздеріңіз елестетіңіздер енді, сөйтіп ашады да жей береді. Мұны сахар. Мына шекер, кәдімгі құмшекер, сахар дейма. Құмшекер. Осында кофе, шайлары. Мына шайлары, мына шай беріледі, және мынандай кофе берді. Мына кофені мен ішіп көрдім. Қап-қара и өте ащы ғой, натуральный кофе кәдімгі. Ашы, жүректі деген жүрек қағысын жиілет жібереді, білмеймін. Өте ашы. Мұна тамақты мүлдем ашытпайды дейді. Жоқ, бұл мына таблетканы көрдіңіздер ма? Бұл таблетка Аквабриз деп аталады екен. Бұл жаңағы айдалада ішетін су таппай қалған кезде, бір таблетканы алып, жаңағы шөлмекке суды құйып, соның ішіне бір таблетканы салып жіберсе, ішіндегі микробтың бәрін өлтіріп тастайды екен. Сары суларды әппақ қылып жібереді кәдімгі. Сөйтіп іше беруге болады. Жалпы фильтр сияқты түзеді ғана суды, сүзеді.
Мынау бізде сиыр еті бұқтырылған дейді. Өткенде жылқының еті шыққан еді, есіңде ма? Иә. Жылқының еті шыққан. Бұл жолы сиырдың еті шықты. Не ғой? Тушонка ғой, тушонка. Ал мынау бұл не? Паштет? Икра ма? Овощной рагу екен. Бұл кәдімгі бұқтырылған көкөніс екен. Жалғыз өзін жей алмайсың ғой, мысалы үшін көкөніс қосып жейсің да, ішінде пиязы бар, шөбі болады, капустасы болады деген сияқты ғой. Мынау қасықтары. Мынандай қасық беріледі. Қол сүртетін осындай салфетка беріледі екен ішінде 3 штук. Шекер берілген. Және де қарақұмық гречка. Өткенде перловка еді, күріш шыққан өткенде. Күріш каша шыққан. Бүгін гречка каша шығып тұр. Дәм әдемі, айтып жатырмын ғой, жай мынандай консерва болып, түрі мынандай біртүрлі болғанмен, дәмі өте тәтті мыналардың. Мынау да өте дәмді, мынау да өте дәмді, тәтті. Мынау не бұл? Говядина, говядина дейді. Ет қосылған ши тамақ. Өткенде борщ шыққан. Бұның орнына өткен жолғыда борщ шыққан осындай. Мынаны ашып, бір кесеге құйғанымызда кәдімгі бір кесе тамақ шыққан осыдан. Мынау енді ши екен. Мына бұршақ мүлдем қалмайды екен. Сиыр еті қосылған ши тамақ екен. Ал мына бұршақ өткенде де шыққан. Бұл бұршақ тәтті, бұл прям ше айта алмаймын. Дәмі өте жақсы. Сосын менің бір таңғалғаным, мені қараңыздаршы, мынау қарақұмыққа да, бұршаққа да, шиге де барлығына ет қосылып жасалады. Бәрі, мынада да ет бар, мынада да ет бар. Біз ойладық қой, күріш кашасы деп тұрғаннан кейін, мына қарақұмық ботқасы деп тұр ғой. Міне, қарақұмық ботқасы жай ғана ботқа шығар десек, жоқ, кәдімгі етпен жасалған ботқа екен, каша. Өте дәмді, енді прям майлы болады ысытқан кезде. Осындай достар, міне әскери адамдардың бір күндік тамағы. Бір күндік тамағы, мынау нанның орнына жүретін галеттері. Айттық бұны. Ал, достар, сіздерге әскери адамның тағамдары ұнады ма? Және де әскери адамның қыздары, балдары бар болса, бізге комментарийге жаза кетсеңіздер, сіздер қандай тамақ жейсіз деп. Жансая қайта-қайта қоймай ма? Әке, мен осындай әскери адамдардың тамақтарына распаковка жасағым келеді дегеннен кейін жасап жатқан жайымыз бар. Осы, достар, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Жансаяның каналын тез-тез 100 мыңға жеткізіп жіберіңіздер. Сіздерге осындай сіздер ойламаған, сіздер күтпеген күшті видеоларды түсіріп салып отыруға Тырысамыз. Тырысып жүр біздің Жансая. Сау болыңыздар.